Так, тикток кишар, тикток деп қояйын ба? Так, инстаграм осы. Так. Қазіргі таңда тикток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бағдарлама осы, е? Кеш жарық бүгін 29 қазан 2024 жыл тікелей эфирде тикток және инстаграм парақшасында өтіп жатыр. Отбасы банктағы болып жатқан 9 бағдарлама туралы айтып беретін боламын, достар. Тікелей эфир жазылады. Егер көре алмай қалсаңда тікелей эфирді запистен көруге де болады. Кеш жарық инстаграм қосылып жатыр. Тикток, мұнда тикток отыр, мұнда инстаграм параллельно жүргізіп жатырмыз. Сұрақтарыңыз болып жатса қоя беріңіздер. Примерно 30-40-50 минуттай мен сіздермен жұмыс жасайтын боламын. Сұрақтарыңыз болып жатса қойыңыздар. Менің есімім Ерболат Ақбергенұлы, берекелі ереке. Инстаграм парақшам, YouTube каналым бар. Осы жерден жалпы көбінесе мен отбасы банк туралы, отбасы банктың өнімдері туралы көбірек айтып отыратын боламын. Қандай программалар өтіп жатыр, соның барлығын әр аптасына 2 рет вторник және жұма күні. Вторник, сейсенбі және жұма күндері кешкі сағат 7-8-дің шамасында шығып отыратын боламын, достар. Кеш жарық қосылып жатыр адамдар. 9 бағдарламаны айтып өтейін. 9 бағдарламаны арзан ипотека қарап жатыр екен. Бәрекелді. Айнұр Анар ханым ғой, қарап отқан тиктоктан. Анар ханым, привет деп қояйын, Анар ханым ғой. Арзан ипотека қарап отыр. Керемет, рахмет. Так, қазіргі таңда отбасы банкте 9 бағдарлама өтіп жатыр, достар. 9 бағдарлама өтіп жатыр. Қандай бағдарламалар, оны мен қазір бір-бірдеп айтып отыратын боламын. Жалпы 25 сентябрьден бастап әлі уақытқа дейін Асыл Мекен деген бағдарлама өтіп жатыр. Бүкіл Қазақстан бойынша Асыл Мекеннің бір ерекшелігі, атыңызда соңғы 5 жылда атыңызда үй болмаса болды, бүкіл Қазақстан азаматтар қатыса алады. Бұл жерде очередьте тұрсыз ба, тұрған жоқсыз ба, оған ешқандай қатысы жоқ. Самый главный, соңғы 5 жыл атыңызда үй болмаса болды, Асыл Мекен бағдарламасына қатыса аласыздар. Бұның бір ерекшелігі, алғашқы жарна 10%, максимально 10 миллион теңге беріледі. Яғни 1 миллион теңгемен 5%-бен алып, бүкіл Қазақстаннан үйлі болуға болады. Бірақ бір ерекшелігі, тек қана ауылдық елді мекеннен ғана аласыз. Яғни не емес, қалалардан алмайсыз, именно ауылдық елді мекеннен ғана аласыз. Түсінікті ғой, Асыл Мекен бағдарламасы. Яғни максимально 10 миллионға дейін займ береді. 10 миллионға дейін займ береді. Оның 1 миллион теңге салып алып, төлем қабілетіңіз бар болса болды, ала беруге толық мүмкіндігіңіз бар. Керемет бағдарлама, негізі ауылдық елді мекендер. Негізі бүкіл ауылдар болуға неге келе бермейді, кейбірлер ауылдық мекенге жататын жаңағы сайттан қарап алуға болады, сіздің ауылыңыз келеді ме, келмейді ме. Асыл Мекен бағдарламасы әр регионда әр түрлі болып жатыр. Бұл жерде әр регионда мысалы оларға лимит бөлінген, сол лимит бойынша болып жатыр. Кейбір региондарда мүмкін бітіп те қалғанда шығар. Так, тикток парақшадағылар рахмет, лайк қойып жатқандар, көп адамдар лайк қойып жатыр, Алла разы болсын, еңбекті бағалап жатыр. Инстаграм сіздерге де рахмет, барлығы қол көтеріліп, барлығы ақпарат айтып отыр. Жақсы, жаңа айттым, 9 бағдарлама, қалыңыз қалай дейді, Нұргүл Саяжан, рахмет, қалым жақсы, Аллаға мыңда бір шүкіршілік. Тиктоктан сол лайк қойып жатыр, рахмет, лайктан аямаңыздар, рахмет, Алла разы болсын. Прям күшті екен. Не қойып атқандарыңыз, тікелей қалайсыз дейді, Бетменбек деген қалайсыз дейді, шүкір, Жансұлтан қалай дейді. Мәссаған, Жансұлтан кластасысың ба сен? Мен Жансұлтанның папасымын ғой. Жақсы, Ұлытау жастары қандай бағдарлама дейді.
Оған келеміз қазір ұлытау жастары енді қазір ретмен келеміз. Сәл шыдай тұрыңыздаршы, жақсы ма? Ретмен квартира алу үшін ме дейді. Я квартира алу үшін. Бұл бағдар. Жалпы мен тыңдасаңыздар, мен тек осы отбасы банк туралы, отбасы банкпен қалай үйлі болуға болады, қандай бағдарламамен қатысуға болады. Тек соны шырылдап айта берем. Ал Жансұлтанның кластасы, ай бәрекелді, менің баламның кластасы көріп отыр екен. Атың кім сен? Бетменбек деп тұр. Бетменбек па атың? Так, ал енді достар, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Қатарынан Асылмекен туралы айтып отырдым. 5%. Асылбек па? Асылбек, сен келіп жүрсің ғой біздің үйге, Асылбек? Білеміз ғой сен. Так, Асылмекен бағдарламасы деген бұл алғаш шарасы 10%, 1 миллион теңгемен үйді ала беруге болады. Айына где-то 80-90 мың теңге ғана шығады болды. Айына тек бұл жерде тек соңғы 5 жылда үй болмаса болды аттарыңызда. Болды, сонымен бәрі қатыса береді. Очередьте тұру не обязательно. Енді келесі шымкенттіктерге арналған келесі бағдарлама, өңірлік бағдарлама, қамқор деп аталады. Ол 30 сентябрь күні басталған. 30 сентябрь күні 28 ноябрьге дейін, келесі айдың 28. Әлі бір ай бар. Бір айға жақын. Бұл жерде максимально 20 миллион аласыздар. 20 миллион 6%-бен аласыздар. 6% әдемі. 10% алғашқы жарнасы. Максимально 25 жылға дейін. Бірақ әдетте 25 жыл дегенмен где-то 19-20 жылға дейін барады. Так, отправил подарок дейді. Мәс саған. Сағыныш, подарок жеп жатыр ма? Сонда? Керемет. Асылбек, рахмет подарок жеп жатқаныңа. Рахмет. Депозитте ақша жоқ, қанша теңге салу керек дейді. Асылмекенге қатысу үшін 1 миллион теңге болса жеткілікті. 1 миллион теңге болса жеткілікті. Так, ана жақтан несін оқып отырасың ба? Сұрақтарын маған көрсетіп отыршы. Өткіз олмай. Так, енді Шымкент қаласында қамқор бағдарламасы болып жатыр. Бұл жерде бір қызық жері, қамқорға 63 жасқа дейінгілер қатысады. Мысалы, өңірлік бағдарламаның көбісі 35 жасқа дейін болады деді ғой. Бұл жерде 63 жасқа дейінгі кез келген азамат қатыса алады ғой. Бірақ енді кез келген болғанда белгілі бір салада жұмыс жасайтындар, ол салалардың бәрін айтып өтейді. Журналистер, дәрігерлер, білім, мәдениет, спорт, энергетика саласы дейді. Аумақтық департаменті, мемлекеттік мекемелер, коммуналдық салалар, халыққа қызмет көрсету қызметкерлері, Шымкент қаласы бойынша төтенше жағдай министрлігінің азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері. Міне осы салалар, ауылдық қалаға прописка керек бар. Жоқ, елді мекенде Асылмекен бағдарламасында ол прописка керек жоқ. Сіз ауыл кезген қай ауылдан алың келіп, барып ала бере аласыз. Болды. Депозиттің пәленбай жыл болу керек деген шарты жоқ. Қашан аштыңыз, сразу алып сала бересіз, ол ешқандай проблема жоқ. Өңірлік бағдарлама қамқор 28-не дейін болады, достар. Заявка берсеңіздер болады. 20 миллионға дейін үйді алып, егер 20 миллионнан артық болатын болса, Шымкент қаласында, онда қалған райсыз өздеріңіз қосасыздар. Енді қараңыздар, 18 октябрьде, 31 октябрьге дейін бүгін нешесі 29 ма? 30-31, енді 2 күн ғана қалады. Қостанай қаласында 48 пәтер брондау жүргізіліп жатыр. Бұл жерде 2%-бен, 5%-бен алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл жерде құны 180 мың теңге чистовой отделке беріп жатқан үйлер. Так, 31 күні сағат 23:00-де бітеді екен последний. Негізі дайын тұрған үй Қостанай қаласы Береке шағын ауданында орналасқан 4 қабатты үй орналасқан. Сол жерде коды 4464 деген қостанайлықтар ақпарат. Бұл 2%-бен 5%-бен бүкіл очередьтер алады, ал 2%-бен тек қана 4 категория бар. 4 категорияға многодетный семья келеді, бірінші, екінші топтағы мүгедектер, үшіншісі мүмкіндігі шектеулі бала асыраушылар, және төртінші ол жетім категориялары, жетім балалар категориялары. Осылар, олар 2%-бен алады. Алғашқаны 10%, 5%-бен алады. 2%-бен алады, 2%-бен 4 категория алады, қалғандарын бәрі 5%-бен алады. Керемет. Одан кейін Қостанай жастары қайдасыздар? Қостанай жастары 21-де басталды. 1 ноябрьге дейін Қостанай жастары жалпы Қостанай облысының
жастарына арналған. Бұл жерде жасы 34 жасқа дейінгі азаматтар заявка бере алады, қатыса алады. Ерлі-зайыптың біреуі ғана қатыса алады, яғни біреуі 34-тен асып кетсе ештеңе емес, ал самый главный біреуі 34-тен аспаса болды. Қай регионда жұмыс жасайсыз, қай ауданда жұмыс жасайсыз, сол жерде қай регионнан үй алайын деп жатсыз, сол жерде ғана жұмыс жасаған болуыңыз керек міндетті түрде. Обязательно тұрақты тіркеу болу керек, кемінде 6 ай жұмыс жасауыңыз керексіз, және тұрақты тіркеу болу керек. Және жұмыс жасаған өтіліңіз кемінде 1 жыл болу керек. Міне біраз аудандар бар, бүкіл аудандар қатысады ғой, Қостанай облысында бүкіл аудандар. Бірақ Қостанай жастар бағдарламасы басталды, соған заявка беріңіздер, достар, қостанайлықтар. Шымкенттіктерге тағы да бір ақпарат, достар. Шымкентте тағы бір ақпарат, Бозарық деген микроауданда 5 қабатты үй бар екен. Бұл жерде 80, 160, 80 дейді, яғни 3 үй бар, біреуінде 80 пәтер, біреуінде 160 пәтер, біреуінде 80 пәтер. Сонда получается 320 пәтер Шымкенттен берілейін деп жатыр. 1 ноябрьге дейін, яғни 3-4 күн уақыт бар. Оған да заявка беріңіздер. Коды 4389 біреуінікі 4388, ал тағы біреуінікі 4385 деген кодтар бар. Бұның барлығына 5%-мен де 2%-мен де алай беретін азаматтар бар. Осыларға жағдай заявка бере аласыз, яғни очередте тұрғандар бар. Бірақ бұл жерде достар, жаңа концепция бойынша бір айта кететін бір мәселе бар. Егер бірінші, екінші топтың мүгедектері болатын болса, қатысып 2%-мен алам деген азаматтар бар болатын болса, олар соттың шешімімен жаңағы жұмысқа жарамсыз болып тұрады. Онда оларға ипотека рәсімделмейді. Ол кезде только полный выкуп дейді, яғни үйдің бағасы қанша тұрады, соған полностью үкіметтің бағасымен сатып ала аласыздар. Тек қана сондай жағдай болады. Түсінікті, достар, жақсы. Енді Қостанай, тағы да Қостанай, тіпті қазір Қостанайда мінеке 3-ші бағдарлама болып жатыр. Қазір Қостанай мен Шымкент жарып жатыр деп айтайықшы, солай айтсақ та болады. Қостанайда Рудный қаласында 23-нен 6 ноябрь аралығында тоже 2%-бен 180 метр квадраттан 45 пәтер тағы да заявка беріліп өтіп жатыр, достар. Соларға заявка берсеңіздер болады. 180 мыңнан нысоды 45-61, 2%-бен де 5%-бен де ала беруге болады. Керемет, мына жерде біраз пәтерлер бар. Жалпы 45 пәтер бар екен, достар. 1 бөлмеде бар, 2 бөлмеде бар, 4 бөлмелі, 3 бөлмелі, 4 бөлмелі үйлерде бар екен. Түсінікті ғой, тоже 6 ноябрьде бітеді екен, 6 ноябрь 23:00-ге дейін. Рудный қаласындағы азаматтар қатысады. Именно Рудный азаматтар, Рудный тұратындар. Ал енді батысқа қарай ауайық, Қазақстан Республикасының батыстан кімдер бар екен, қол көтеріп қойыңыздар, құрметті батыстың азаматтары. Батыста Жаңаөзен қаласы бақытты отбасы тұжырымдамасына тікелей бұрындау болайын деп болып жатыр. 24-нен 31-не дейін, яғни ертең 30-31 2 күн уақыттарыңыз бар. Бұл жерге екі-ақ пәтер, конечно, болып жатыр, екі-ақ пәтер, қалып қойған 2 пәтер, 160 мыңнан чистовые отделки болып жатыр, достар. 38-08 деген жаңағы нысан. Ол жерде 2 пәтер қалып қойған, сол 2 пәтерге заявка беру, отбасыбанк.kz-тен заявка бересіздер. Яғни бақытты отбасы тұжырымдамасы деп отырғанымыз, яғни сіздер жаңа концепция бойынша 2%-бен алатын азаматтар. Тағы да қайталап өтейін, 2%-бен кімдер ала алады деген кезде, олар многодетный семья, көп балалы жанұя, мүмкінділігі шектеулі бала асыраушы жанұялар, бірінші, екінші топтағы мүгедектер, үшіншісі және төртіншісі жетім балалар категориясы. Міне осылар 2%-бен, алғашқы 10%-бен несие рәсімдей алады. 180-160 мыңнан Жаңаөзенде чистовой отделкедегі үйлер. Енді соңғы 2 жаңалық, өткенгі тікелей эфирде мен оны айтқан жоқпын, өткен олар әлі басталмаған еді. Кеше ғана 28 күні, бүгін 29-мын, кеше ғана 2 бағдарлама, бүкіл отбасы бойынша 2 бағдарлама қосылды. Бұл Ұлытау жастары, жаңа TikTok'та мына Ұлытау жастары туралы сұрап жатқан Ұлытау жастары және Ақсу қаласында жаңа концепция бойынша үйлер басталды. Ұлытау жастары 1 ноябрьге дейін болады, 28, 29, 30, 31
так бір 5 күн уақыт берген екен, иә. Соның уже 2 күн өтіп кетті, енді 3 күн қалды. 30-ы, 31-і, 1-і. Осы 3 күн аралығында Ұлытау жастары жаңағы заявка береді. Так. Бұл жерде 6%-пен беріледі. 20 миллионға дейін максималды, 10% алғашқы жарна, яғни 2 миллион теңге болу керек. Бұл жерде некеде тұрған, некедегі жылдар санына қаншалықты некеде көп тұрған болсаңыз, балалардың болған жұмыс өтілі, жаңағы тағы да сондай показатель көрсеткіштердің барлығы не бойынша үміткерлерді іріктеу болады екен. Оған қабылдау үшін Ұлытау жастар дегеннен Жезқазған қаласы шығар, мына жерде Жезқазған қаласы ма, әдірсі. Жезқазған қаласында Бейбітшілік даңғылы 26/1 деген мекенжайда орналасқан жастар сарайында жүзеге асырады екен. Жастар сарайында сағат 10-нан 18:00-ге дейін, 1-ден 2:30-ға дейін обед екен. Сол аралықта барып құжаттарыңызды өткізесіздер. Бұл жерде онлайн емес, барып өткізеді екенсіздер. Сондықтан Жезқазғанда адамдарыңыз бар болатын болса, таныстарыңыз болатын болса, Ұлытау жастарына заявка берсін. 35 жасқа дейінгі жастарға арналған керемет мүмкіндік, достар. Бұны пайдаланып алсын. Енді Павлодар облысы Ақсу қаласында Дөнентаев көшесі 46 мекенжайында орналасқан нысан бойынша конкурсқа қабылдау басталады. Пәтер өгізі 4 пәтер бар екен, 4 пәтер. Бұл жерде 28 октябрьден 8 ноябрь аралығында заявка беру болады. Так, пәтерлердің саны дейді. Так, 3 бөлмелі пәтерлер бар, 4 бөлмелі пәтерлер бар, және 3 бөлмелі пәтерлер бар. Нөмір деген не? Пәтер саны мекен? 17, 3 бөлмелі 17, 22. 4 бөлмелі, е? Солай, 50. Солай дұрыс түсіндің ба? Ұят болып қалмас дейді, дұрыс айтпай жазу. Енді мен мына жерде тұрған ақпаратпен ғана бөлсем ғой. Өшім ұзын сөздің қысқасы 3 бөлмелі, 4 бөлмелі үйлер ғой. 3 бөлмелі, 4 бөлмелі. 4-ақ пәтер ғой өзі айналдырған. 17-ші пәтер, 22-ші пәтер, 50-ші пәтер, 78-ші пәтер. Достар, оның получается 3-і 3 бөлме, 1-і 4 бөлмелі үйлер қалып қойған екен. Бұған 2%-дағылар азаматтар қатыса алады екен, достар. 4 пәтерге сендерге біраз уақыт беріп отыр. Бір аптадан ұзақ уақыт беріп отыр. Соған заявка беріп алып алуыңызға болады. Так, міне 9 бағдарлама болып жатыр. Енді мен сіздерден келген сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға толық жауап бере берейін, достар. Так. Тікелей эфирді қарап отқан. Так, мына жерден. Так, кеш жарық дейді, кеш жарық. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, мен сіздерге жауап бере берейін. Так. Басынан бастап бір қарап шығайын. Так. Ой, жұмысты оқиын екен. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар, құрметті. Сертификатқа онлайн заявка бергенде КБ счет сұрайды екен. Қайсысын толтырамыз дейді. Оны Усол ғалым ба? Усол ғалым деген ат жөніңіз кім екен? Жақсы, инстаграмнан сұрақ келіп отыр екен. Шынымды айтсам, сертификатқа онлайн заявка беріп көрген жоқпыз. Сондықтан нақты берген кезде мен айтып беруші едім, бірақ оны әлі өзіміз бар екен, шыққан екен айттым, бірақ практикада әлі жасап көрген жоқ. Сондықтан мен сіздерге ол КБ-ні осынша жасау керек деген айтқан жоқ, бірақ жыл фондтан барып нақтылап сұрап алғандарыңыз жақсы. Мен ол сұраққа әзірге дайын емес екенмін жауап беруге, шындығымды айтайын. Найжок дейді, тәжік сәлеметсіз, көп балалы ана ретінде учетта тұрмын, қандай бағдарламалар үй алуға болады? Найжок ханым, шынымды айтсам, міне көп балалы деп жаңа айтып отырмын, 2%-бен алуға болады деп, көп балалы бағдарлама жаңа концепция 2%-бен деп айтып отырмын. Міне қай өңірде, сол өңірде жаңа концепция басталса, сонымен қатыса аласыз. Әрине сіз ол үшін сіз кезекте тұрған болуыңыз керексіз, достар. Егер кезекте болған болсаңыз, Нажок деген, енді Назерке ма, Назгүлсіз ба, білмеймін, енді атыңыз кім екен. Сәлеметсіз бе, шаңырақ бола ма Алматыда дейді.
күтеміз, болу керек. Бізде бәріміз күтіп отырмыз. Так, келесі. Так. Мамытбек Азамат сұрақ қойып жатыр. Үйлі-үйлімен осы айда үй алдым. Қазір 7 опы бар. Опыны қалай тез 16-ға көтеруге болады? Азамат шығар есіңіз. Азамат бауырымыз үйлі-үйлімен алдым. Қазір опы 7 ден 16-ға. 16-ға көбейтіп жеткізгенде не үшін жеткізейін деген мақсатпен алып, переход жасағыңыз келіп отыр ма? Оны, мне кажется, не стоит. В принципе, болады. Ол үшін сіз не істейсіз? Ақшаңыз болып жатса, заявление жазып, депозитке салып отыруыңыз керексіз. Ақшаны депозитке көбіректен жинап, сосын барып өтіп кетуге болады. Вот, солай опыны тез көбейтіп алуға болады. Просто ай сайынғы төлем бар, кредитіңіз төлеп жатыр. Одан бөлек тағы да депозитке ақша салуыңыз керексіз. Сол кезде тез көбейеді. Ассаламу алейкум аға, договорная сумма 4 миллион, сол 4 миллионға жеткенде үй алуға болады деген сөз ба дейді. Жоқ, Арқат, олай емес. Договорная сумма тек сіз ашылған шарттық сомаңыз, шартты түрде сіз банкпен келістіңіз деген сөз ғой. 2 миллион теңгені мен жинаймын, 2 миллион теңгені банк береді деген шартты түрде ғана ол. Оған вообще мән бермей қойыңыз, шын бетем. Вообще, егер маған мүмкіндік берсе бар отбасыған, шарттық сома, оценочный показатель, опы деген сөздердің бәрін алып тастаушы едім, шын айтсам. Оның бүкіл халыққа, жай халыққа түкке пайдасы жоқ дүние. Шын айтайын. Жай халық оны түсінбейді. Договорная сумма деген не екен, оценочный показатель не екен. Мен оның бәріне качество депозита деген түсінік қоя салатын едім, болды. Депозит сапасы деген түсінік қоя едім. Соны қою керек негізінде. Сол кезде адамға түсінік туады. Мысалға мен айтарым, сіздің депозитіңізбен 7,5% депозит сапасы 12 миллионға келіп тұр, 5%-бен сіздікі 3 миллионға келіп тұр десеңіз, ол кезде түсінік туады. Мен 12 миллионға дейін қазір осы депозит 12 миллионға дейін маған үй алуға мүмкіндік береді екен ғой деп түсінеді да. Ал опы сізде 7 болып тұр или 8 болып тұр десе, ол не мағына білдіретін адам түсінбейді. Сондықтан жай халыққа түсінікті етіп жасау керек деп ойлаймын, жеке пікірім. Так, аға дейді, Мелдекулов, аға 9-ай жинап келем, 300 мың болды, бірақ доход жоқ, істеуге болады. Кеңеске жаздыңызшы, мен сізге жолдарын түсіндіріп айтайын, қалай істеуге болатын. Так, TikTok-тан сұрақ келіп қалыпты, TikTok-қа жауап берейін. Салтанат Жақыповна дейді. Отбасында 3 жылдан асты, доход жоқ, пенсиям жоқ, 5 миллион бар, ала аламыз ба дейді. Салтанат ханым, менің WhatsApp-ыма жазыңызшы. Кеңеске жазыңыз, мен сізбен толық бір консультация өткізейін, содан біраз ялама. Мен номерім, давайте рабочий номер жазып алыңызшы, Салтанат Жақыповна, 8775 060 2022. Қайталайын, 8775 060 2022. Осы номерге хабарлассаңыз, болмаса Инстаграм өтсеңіз, Инстаграмда профильде тұр, в принципе. Сол жерде жазып тұр. Так, мына Мелдекулов Азаматқа да, оған да сол WhatsApp-қа жазып, маған кеңеске жазылсаңыз, болады, қараймыз. Так, келесі сұрақ, Ереке сәлем дейді. Оғалейкум сәлем десем, Себенгалиевна. Себенгалиевна, вознаграждение 164 440 мың. Мәсіл, опы 20 миллион. Адында үй бар дейді. Мынау Сайбенгалиевна, сіз бетсеңізші, маған срочно хабарласаңыз, мынандай вознаграждение 1000, не істеп жүрсіз? Осы атқанда үйлі болмай. Срочно хабарласыңыз, жасап береміз. Ассаламу алейкум Ереке, менің 10 депозитім бар, үйлі бағдарлама ИП-дан қанша доход болу керек. То же самое, Нұрбол бауырымыз, керемет, 10 депозит ашқаныңыз өте керемет. Мен вообще отбасы банктың көп депозит ашып жинайтын азаматтарға риза боламын. Өзім ризамын. Нұреке, тоже хабарласыңыз, бәрін санап беремін. Енді тікелей эфирде тек қана сізге арнай алмаймын ғой, бірақ сондықтан тікелей маған хабарласаңыз, мен сізге толық бәрін түсіндіріп айтып беремін. Жинаған 5 миллион, 10 миллион үйін алайын ба, аламын ба? Әрине ала аласыз, Себенгалиевна. Аласыз, егер сіздің банковский вознаграждениеңіз сәйкес келіп тұрса, бағана 164 мың болатын болса, одан да көп құнға ала аласыз ғой негізінде.
Так. Қосылып отқанда. Так, сессияда 6 счет бар. Сессияда деген не? Барлығын қоссақ, опа қанша болады, қалай есептейміз дейді. Абдул Вахап. Абдул Вахап, оның барлығын данныйларын бәрін скриншоттап маған жіберсеңіз, мен сізге бәрін есептеп айтып беремін. Ол жерде былай есептейсің деп қазір оны айтып отырмын. Самған вознаграждениенің бәрін қосып алыңызшы. Вознаграждениенің бәрін қосып алыңыз, сосын қанша шықты вознаграждение. Сосын менің инстаграмда тұрған таблицам болды, сол таблица қарап отырып, неше 7,5%-мен нешенің үйін алуға болады, 5%-мен нешенің үйін алуға болады, соны таблица арқылы көріп алуға болады. Ремонт қойып посты фотография керек, обязательно керек болады. Дұрыс айтасыз. Үйлі алу үшін вознаграждение обязательно қарайды, үйлі алу үшін. Бұлай ғой, үйлі алу үшін Абдырайым қызы. Бұлай, вознаграждениеңізді сіздерге лайфқа қайтайыншы көріп отқан. Вознаграждениеңіз тұрады ғой, қандай да бір вознаграждение. Мысалы үшін айтайық, 19.000 вознаграждение бар дейші, 19.000 вознаграждение. 190.000 вознаграждение балақшы. 190.000 вознаграждение бар болатын болса, соны 190.000 вознаграждение 200-ге көбейтіңізші. Сонда 38 миллион шығама, значит 190.000 мен 38 миллионның үйін 7,5%-мен алуға мүмкіндік беретін депозит деген сөз. Мысал үшін сізде айталық 80.000 теңге вознаграждение дейші. 80.000-ді 200-ге көбейтсек, неше шығады? 16 миллион шығама, значит 16 миллиондық үйді 7,5%-мен алуға болатын депозит деп қабылдауға болады. Әрине үйлі бұл жерде 16 миллион болғаннан кейін 8 миллион міндетті түрде алғашқыларына болу керек. Осылай есептеледі. Абдырайым қызы түсінген шығарсыз, сұрақтарға жауап бергенше дейді. Сибен Галина, тап сіздің сұрағыңызға жауап беріп келе жатырмыз тұрғанда. Егер жауап жаздым, айтып отырмын, жауап беріп отырдым. Жауап беріп келе жатырмын деп ойлаймын. Тыңдап келатқан болсаңыз, барлығын жауап бердім. Кешар. Үйді вознаграждение қарай ма? Я жаңа қарайды деп айттым, вознаграждение айттым. Сұрақ жаздым, жауап жоқ. Сибен Галина, енді бағана жазғандардың шығар, енді бәрін қарап жатыр. Мен енді басында, достар, сізден сұрақтан жауап берген жоқпын, өйткені бәрін мына жерде тұрған 9 бағдарламаны айтып шықтым. Сосын бар, енді қазір сұрақтарға жауап беріп келе жатырмын. 2025-те үй бағасы қымбаттайды деген рас па дейді. Шынымды айтсам, барлығының айтатыны у-шу, өсектің барлығы осы да. Мен шынымды айтсам, үй қымбаттау үшін спрос болу керек. А спрос болу үшін бағдарлама көп болу керек. Қалай ойлайсыңдар, бағдарламалар тиімді бағдарлама бар ма? Жоқ. Сондықтан халықта қолда наличка ақша жоқ. Бәрі наличкаға алғысы келмейді, бәрі ипотекаға алғысы келеді. Сондықтан прям үй қатты қымбаттайды дегенге мен өз басым сенбеймін. Екібастұз қаласында қандай бағдарламалар бар екен? Назио ханым, пока әзірге жоқ. Только Ақсу қаласында бар, Павлодар облысында. Болып жатса хабарын береміз. Азамат дейді, үйлі-үйлімен осы айда үй алдым. Қазір оны жаңа бағана жауап бердім, сұрақ қойыпты. Өзіңіз зауытта тұрған депозитке ақша салсаңыз тезірек. Так, запрос на участие в прямом эфире дейді. Ол не? Посмотрите, қоса алам ба? Давайте қосайықшы. Выйти ма? Қосайық. Прямой эфирге шыққысы келіп тұр ма? Может, нечайно бас жерінде. Қалай қосыла ма енді? Ол кетті, мен жібердім жанына. Ол қабылдаса қосылады. Мен жібердім. Міне, выйти в прямой эфир. Қосылсаңшы енді. Жоқ, маған бірден көріну керек па, нешеде? Тікелей эфирге қатысам десеңіздер, пожалуйста. Ассаламу алейкум, договорились 4 миллион деп сол. Жоқ, арқа сұраққа жауап бердім ғой, қайта сұрақ тура соны қайталап айтса. Вот, мынандай сұрақ қойыпты. Жұмайбеке қойыпты. 30-да 70-пен алған дұрыс па, или ұмаймен алған дұрыс па, қандай кеңес бересіз дейді. Керемет сұрақ қойдыңыз, 30-да 70 па. Шын бәтсем, екеуді ұнамайтын бағдарлама. Екеуінде нолары көп деп айтсам болады. Лучше үйлі-үйлі, 30%-ын жеткізе алатын жағдайыңыз бар болса, сәл қосып үйлі-үйлі алыңызшы. Шын айтайын.
Жилстройға 50% салық пәтері алам ба дейді. Светлана ханым, егер 50% бар болатын болса, төлеме қабілетіңіз бар болатын болса, 6 ай күтуге мүмкіндігіңіз бар болса, алып сала бересіз. Егер депозитіңіз бұрыннан бері бар болатын болса, онда бірден алып сала бересіз. Депозиттің вознаграждениесіне байланысты. Так, 264 вознаграждение ремонтқа қанша аламын? Мә 264 мың біраз дүние жасайсыз. Үй плюс ремонт көп нәрсе. Себен Галиевна, сіз маған неге шығыңызшы? Сіздің вознаграждениеңіз маған қатты ұнап тұр десем. Так, төлеміс инкар дейді. Бір жыл болды бақыт отбасы бағдарламасымен үй алып еді қой, құтты болсын, енді 1 миллион істеп алып. Жоқ. Енді ала алмайсыз, өйткені оформление кезінде алып алу керек еді да, енді өтіп кетті ғой. Жоқ, ала алмайсыз. Кеш жарық мұнай бағдарламасы туралы қысқаша түсіндіре аласыз ба дейді. Галиямда мұнай бағдарламасы қысқаша түсіндіретін болатын болса, алғаш жылы 15-20% болады. Құдай қаласа январ келесі жылы 2025 жылы январда болайын деп жатыр. Ол жерде табыс жағыңыздан 950 мыңнан асып кетпеу керек. Сіздің және жолдасыңыздың табысы бірге қосқан кезде семейный бюджет дейді ғой, семейный табыс 950 мыңнан асып кетпеу керек. Алғаш жылы 15% және максималды 50 миллионға дейін ұзартылды. Бұрын 35 миллионға дейін ғана үй алуға болатын еді, қазір 50 миллионға дейін үй алуға болады. Және бірінші вторичкадан, первичкадан ала бересіз, оның ешқандай проблемасы жоқ. Табыс обязательно керек. Болды, рахмет, тек алға дейсіз ғой. Әрине тек алға. Әреке алға. Сәлематсыз, барлық сияқыларыңызды өтеді ме дейді. Сияқылармен өтемін. Барлығы сияқылармен өтеді, тек қана только вознаграждение қарайтын. Сәлеметсіз, сөзімшін алу үшін ипмен пенсияға құйсақ болады ма дейді. Заринат па? Зарина ма? Зарина, болады пенсияға. Бірақ енді ай сайын как положено құйып тұру керек та. Не так, что бір айда алғыда 5-6 айға қойып, олай болмайды. Ай сайын как положено. Ереке мен ауылдан акимат берген дейді. Не берген? Нұргүл Саяжан енді қаладан қалай алуыма болады? Атыңызды ауылдан акиматтан үй алып алғансыз ба? Қаладан ала берсеңіз болады ғой, ипотекаға ала берсеңіз болады. Енді табысыңызды растап, ипотека қай ипотека ыңғайлы, сізге Нұргүл ханым соны ала қоясыз. Так, қалай аламын дейді. Нұргүл Саяжан маған хабарласыңызшы, сосын мен сізбен жұмыс жасамаймын дейді. Ничего страшного, табысыңыз болмаса табыс болады ғой ұйымдастыруға. WhatsApp-ға хабарласыңызшы, Instagram-да менде WhatsApp номер тұр ғой. Тағы да қайталайыншы, WhatsApp номерімде 775 060 20 875 060 20 Неге олай именно осы нөмір жазып қойдым? Айтайын ба секретін? 060 деген, 06 деген бар, июнь айы деген сөз, 2022 деген сөз, өз шаңырам компаниясы 2022 жылы ашылды. Сондықтан 2022-нің июньнен бері істеп жатқан компания, сондықтан 060 2022 деген осыдан шыққан номер. Кеңесіңізге рахмет дейді. Елімбетова Лайла. Лайла, мен сізге кеңес берген жоқ едім ғой, рахмет. Сонда да рахмет. Легализация басталды ма, білесіз бе, үй оформление жағынға ол жақтан хабарыңыз бар ма? Шынымды айтсам, Светлана ханым легализация туралы онда хабарым жоқ екен. Рас айтамын. Білмейтін нәрсемді білмеймін деп айтайыншы. Ол қай жерде, қалай, не болатқан жоқ. Рахмет сізге дейді. Ләйлә ханым, маған рахметті жаудырып жатсың. Не үшін айтып жатсың? Мен сіздің сұрағыңызға жауап бермеген сияқтымын, бірақ дегенмен де рахмет. Айтылып жатқан сөздердің барлығы, айтылып жатқан ақпараттардың барлығы сізге пайдалы болып жатса, мен қуаныштымын. Сол халыққа қызмет еткеннен бір рахат табамын ғой десем. 2025 жылы Уматай деген рас па дейді. Жаңа мен жауап бердім, өз басым тек ажиотаж өсек. Соның аясында асып кетсе, 5-10% қымбаттаса, бірақ қайттан бәрі орнына түсіп қалады. Өйткені спрос жоқ алатын. Ерімбетова Лайла, ипотека алған үйімізді атымызға аударама 3 жыл болды. Атымызға аударама. Ипотека алған үй итақта сіздің атыңыздағы. Егер сіз, ол просто зауытта тұрады да, отбасы банкта, егер отбасы банктан алғансыз, или басқа банк болса, басқа банкта тұрады. Бірақ сіздің атыңызда болады, ипотека алғаннан кейін, ол аударама деген сөз болмайды. Итақта сіздің атыңызда, просто зауытта тұрды басқа банкте. Полностью кредиттен құтылғаннан кейін, толық сіздің атыңызда болады. Ассалаумағалейкум берекелі ерекең дейді, инкогнито. Ой, осы күнде мен шығады, молодец. Уағалейкум ассалам, инкогнитоға риза боламын. Так,
жаңа концепция қашан астана? Шынын айтсам, біз де күтіп отырмыз, бауырымыз. Бір жыл болды ғой, бақытты отбасы бағдарламасы, үй алдым, мен жаңа айттым ғой, іңкәр төлемес. Бір жыл өтіп кетті, алыватқан кезде алуға болатын. Так, Асыл Кеңес қызы дейді, 120 мың вознаграждение, 15 мың үйі ай сайынғы оплатасы қанша болады? Опа. 120 мың вознаграждение болатын болса, ол сізде 24 миллионға дейінгі үйді алуға болады. 7,5%-бен. Жаңа таблицаны әкеле салсайшы. 15 мыңның үйі ай сайынғы 7,5%-пен, қазір мына жерде мен таблицам бар ғой. Инстаграмда мынандай таблица бар, достар. Мен өзім шығарып қойдым ғой. Бұларға теріс қарай көрініп тұрады жабық, теріс қарай көрініп тұр енді. Міне, осындай таблица бар, Инстаграмда қарасаңыздар. Бұл жерде 120 мың деген вознаграждение келеміз. 120 мың. Жаңа 15 мың ба, 15 миллионға айына 110 мың. 111 мың ғой, 110 мың 849 деген. 15 мыңға, 15 миллионға 111 мың ғана шығады. Алтақ 120 мың вознаграждениемен сіз 24 миллион үйін аласыз. Енді 50% бар болса. Светлана ханым, үй сатса немесе сатып алса, 60 мың 10% төлеймін деген рас па дейді. Светлана ханым, рас, егер сіздің өзіңіздің сатып алғаннан бері сатқанға дейіннің уақытын арасы, сатып алып сатқанға дейіннің арасы 1 жылдан аспаған болатын болса, онда разницасынан, яғни табыс тауып алдыңыз ғой, мысалға соны айтайық, үйді сіз 10 миллионға алып 15 миллионға сатып алсаңыз, 5 миллион пайда таптыңыз ба, үкімет айтады, сол 5 миллионның 10%-ін сіз төлеңіз деп айтады. Ондай бар, егер 1 жылдан аспаған болса. Так, Өмірхан Тапи, ереке қалайыз, табыс бастағанда қолға алатын ақшаны есептей ме, әлде грязный ма дейді. Оқытты, күшті сұрақ қойдыңыз ғой. Өмірхан хан чистиді есептейді, чистиді, грязный емес. Яғни қолға алатында. Пенсионканы, подоходный, взнос, страховка бәрін алып тастағаннан кейін қолға реально алады, соны есептейді. 14-ке толмаған баланың депозитін қалай қосады, проблема ғой дейді. Дұрыс айтасың, проблемасы. Өйткені біріншіден согласие со второго родителя керек болады. 14-ке толмаған бала бірінші, оннан 14-ке дейінгі баланың ең проблемасы сол. Бірінші акиматқа бар, мнение ребенка деген бар, соны жазып аласыз. Оны жазып болғаннан кейін бар, ЕГОВқа кіріп, согласие с органом опеки на распоряжение имуществом несовершеннолетнего ребенка деген справка, оны алу үшін сертификатыңыз керек болады, және согласие второго родителя нотариально, соны 2 күн влажить етесіз, 12 күн күтесіз, одан кейін сізге жаңа разрешение шығады, сол разрешениені алып банкке барасыз, банкке қасыңызда 18-ден асқан тағы басқа бір азамат бару керек, еще папасы или мамасы бару керек, жаңағы законный представитель кім бар, жаңағыда өкілі, сол барады, сосын барып аудару болады. Негізі, 14-ке толмаған баланыкі қиындау, жүгіріс көп болады. Сұрақ қойып едім, жауап беріңізші дейді. Ерімбетов Ләйлә сұрақ қойдым, жауап бердім, сіздікіне өткен таблица көре алмай қойдым дейді. WhatsApp-қа жазыңызшы, инкогнито, мен сізге жіберемін WhatsApp-та. 13 жаста, 12 жаста балаларыма баспана депозит ашып, енді үй алады, балалардың депозитін өзінің депозит қосып алуға болады ма дейді. Жаңа ғана осы Абдырайым қызы жаңа айтып отырдым. 10-нан 14-ке дейінгі балалардың депозитін аудару үшін ең бірінші достар тағы да қайталап өтейін жалпақ тілмен. Егер сіздің балаңыздың жасы 10-нан асқан, бірақ 14-ке жетпеген болатын болса, онда бірінші не істейсіздер? Ең бірінші этап ол акиматқа жаңа баланың өздеріңіз алып барасыздар. Орган опеки деген бар. Сол жерге алып барып, отдел образованияның ішінде болады, отдел орган опеки. Сол жерге барып апарасыздар, айтасыздар, міне мына баламның депозитін біз пайдаланайын деп жатыр едік. Баладан сұраңызшы деп. Сол жердегі маман тұрады, сұрайды, сіздің түсіндіреді ана балаға. Жалпақтым айтқан кезде, сіздің депозитіңізді алайын деп жатыр, сіздің адекватный ма деген сияқты. Олар сіз өзінің ойын жазып, мнение ребенка, согласен и так далее, специалисттер қол қойып береді. Соны тіркеген, соны алып алғаннан кейін, мнение ребенка болғаннан кейін, екінші этап ЭЦП кілтпен ЕГОВқа өзіңіздің негізбен кіріп, ЕГОВтан орган опека кіріп, справка о распоряжении имуществом несовершеннолетнего ребенка деген справка. Соған заявка бересіздер. 10 заявка беру үшін баланың детский сертификатын аласыздар. Сосын міне согласие второго родителя деген бар. Яғни баланың екінші ата-анасы бар, соның согласиесі керек.
жаңағы қарсы емеспін деген нотариально согласиесі болады. Кейбіреулер айтады, мен ол папасымен или мамасымен уже тұрмаймын, бөлек тұрамын, ол басқа семья болып кетті и так далее дейді. Разница жоқ. Самое главное, дүниеде по базе ол адам тірі болатын болса, содан сұрау міндетті түрде, ата-анасы тірі болса, онда міндетті түрде согласиесі міндетті түрде керек болады. Сол осы екі документ енгізіп, согласиесі орган опеки алып алады. Сосын барып банкке барып қосасыздар. Қосатын кезде и то қасыңызға 18 жастан асқан кезге бір азамат апаруыңыз керексіз. Через третье лицо қосылады да. Так, Жазико дейді, осыдан 7 жыл алдын сіз Қосшығұлында офиста отырғаныңызда сіз ашып бергенсіз маған отбасы банктен счет дейді. Жазико Нұрғали қызы дейді. Бәрекелді, ол кезде мен 7 жыл бұрын 2017-те мен отбасы банкта жұмыс жасадым. Я Қосшығұл жақта отырдым, офисте неде. Сонда отырдым ғой, дұрыс. Ереке қалайсыз, тапсырыстарына қол қалады, оны айтты. Не қайталанып жатыр, мен ұмай туралы айтып береді. Мен өтіп кеттім ба деймін. Неше пірем сізге жазсақ дейді. Светлана ханым көмекшілерім айтады, жақсы, мен тікелей эфирде айтпай қояйын маған, ұят болады шығар. Билатерал дейді. Қалай билатерал деген атты қыз екен. Сатыбалдиев. Жұмыс жасамаймын, отбасы банкте счет болса 3 миллиондай без гарантия ипотекалауға бола ма дейді. Егер 3 жыл жинаған болсаңыз, 3 жыл жинап, сол кезде болады, опуғын алдыға жеткен болса, атақ төлем қабілеті растау керек. Отбасы банк бізге хабарлассаңыз, принципе, Так, міне, Светлана ханым, сізге жазып тұғым, номер жазып қойыпты, қай номерге хабарласуға болатын. Так, вознаграждение, так, Айжан дейді. Вознаграждение 95 мың, жинаған 11 миллион бар отбасы. Астан үштеу пәтер алам ба деп, ай сайын төлемақы қанша болады? 11 миллион бар, 95 мың, жинаған 11 миллион бар, Астан үштеу пәтер. 11 миллион бар, вознаграждение 95 мың, вознаграждение 95 мың болса, 95 мың вознаграждение мен пока аздау ғой, 95 мың вознаграждение деген максимально сізге 19 миллионға дейін ғана беріп алады да. Түсініңіз ба? Пока 19 миллионға дейін ғана беріп алады. Ал 19 мыңға 140 мың теңге ғана шығады айына. Поэтому атак 11 миллион болса, 11 миллион 22 миллионға дейін алуға болар еді. Ол кезде вознаграждение 110 мыңға жету керек, сол кезде 162 мың 600 теңгедей ақша болады айына. В общем, маған жазылыңызшы, Айжан ханым, кеңеске күшті екен сіздің жағдайыңыз. Так, Мира Башагулова қосылыпты. Так, қандай сұрақтар бар тағы да. Алла разы болсын, көп ақпарат алды. Светлана ханым, пайдаңызға жарасын, қандай керемет, осындай күшті не жасаңыздар, мен мәзір құламды. Гарант болсам, конкурста менен көрінбей ме, қандай проблема бар дейді. Гарант болсаңыз, сіз гарант болып тұрған кезде конкурсқа қатыссаңыз, пока көрінбейді, бірақ конкурсқа қатысып, негізгі тізімге өтіп кетіп, төлемақы қабілеті растауға келген кезде, ол кезде сіз гарант екеніңіз басқа жерде көрініп тұрады да, ол сіздің табысыңыздан соған төлеп жатқан ай сайын төлемді бар, сол табысыңыздан алып тастайды. Сөйтіп табысыңыз едәуір азайып қалады. Табысыңыз көп болса, әрине әсерін тигізбейтін шығар, бірақ табысыңыз орташа немесе орташа төмен болатын болса, онда ол әсерін тигізеді әрине. Бір жастағы балам отбасы банктен депозит ашқан болады ма? Фатима ханым, бір емес, кеше туған бала иіні бар болса болды, ашай бересіз. Проблема емес, ашуға болады. Сіз видеода промзаймнан жыл сайынға автоперов өтсе, ай сайынға төлем сәнақ разница болады дедіңіз. Неге олай? Басында промзайм мысалға 8% болып кейін 5% түсу. Өте керемет, Өмірхан, керемет сұрақ қойдыңыз да. Расында да көбісінің ойы бұлайда 8% алып алдық. Қазір аралық жайып, одан кейін жилищный займға түскен кезде 5%-ға түседі, тіпті 4-8-ге түседі. Сонда 8,5%-пен алып тұрып, кейін 4-8-ге түсіп кетті. Бұлай қарап отырсақ, примерно 2 есе азайып қалу керек қой, ай сайынғы төлем. Неге ол примерно сол бойынша қалады дейсіздер, керемет сұрақ. Негізінде расында да 8,5% төлеп жатқан кезде сіздер естеріңізде болсын. Егер 8,5-мен алған болсаңыздар, сіз тек қана отбасы банктың процентін ғана төлеп жатсыз. Бұл кезде ай сайынғы платеж аз болады.
Сосын процент ғана төлеп жатса, основной долг кеткен жоқ. Сосын переходқа өткен кезде уже основной долг плюс процент еще 5%, оны еще нені 4,5% болма, оны негізі 7 жылға беру керек, 7 жылға. Бірақ оны автоматически компьютер 5-7 жыл емес 6 жылға, 5,5 жылға қысқартады да максимально, чтобы ай сайын платеж алдындағы арал жайында төлеп жатқан платежға дейін максимально жақындайтындай болу керек. Жақындайтындай қылып істеп қояды. Сондықтан бұл жерде ай сайынғы төлем почти өзгермейді деп айтамын да, всегда. Сол күйінше чуть-чуть қана түседі, болды. Өткені кейінгі төлемде сіз не только процент төлейсіз, но и основной долгты да төлейсіз. Енді қысқаша түсіндіруге тырыстым, бірақ енді бірден түсіну қиын шығар, бірақ отбасы банктың осындай мияшитін сұрақтары көп негізі. Баладан сұрау, не факт салып баладан сұрадым. Енді баладан сұрау деген бар әйтеуір, білмеймін, оны мен емес Акимат шығарып жүрген оны. Да, ассалаумағалейкум, жерүйек туралы айтып бергенше алдында сізден сұрай едім дейді. Жерүйек, Айдос, сізге жаздым ғой. Оны Акиматтағылар сізге ақпаратын айтады, өздері ақша бөлінеді, сосын сіздерді шақырады. Оған уайымдамаңыз, самылан главный основной списокке өтіп тұрсаңыз болды, төлем қабілетіңізді растап алсаңыз. Так, бір адамның бірнеше депозит ашуын, конечно болады, бірнеше қойды. Мен өз басында 11 депозит бар ғой, 11 депозит шынымды айтсам. Бірақ қазір 1000-2000 ғана бар да, сөзім бәріне жинап отқан жоқ, байды ойлап қалмаңыздар десем. Жалпы тек мысалы бір адамға 10, 11, 15, 20 депозит аша беруге болады, тек біреуіне ғана госпремия түседі. Қалғандарына госпремия түспейді. Болады аша беруге. Егер пайдалану білсеңіздер, әрине пайдасы. Ұмайдың пайызы қандай? Пока 14,5 деп отырмыз, 14,4 деп отырмыз, но өзгеріп қалуы да мүмкін ұмай бағдарламасының пайызы. Санжар дейді, маған отбасы банктен үй алуға болады ма? Қандай мүмкіндіктер бар, жолдасымда үй бар дейді. Санжар, енді былай ғой, сіз мынандай сұрақ келіп тұрсыз да, неге врачқа келіп, қандай ауру екеніңізді айтпай, маған қалай емделуге болады деп сұрап тұрсыз да, енді сіз шамалы өзіңіздің немен ауыратыныңызды деген сияқты айтуыңыз керек. Сондықтан тек қана жолдасының атында үй бар дедіңіз, болды, қанша салуым керек, қандай программа аламын, болды. Сіз туралы ақпаратты мен білмегеніммен ештеңе айта алмаймын. Сондықтан лучше сіз бетіңіз маған кеңеске жазылыңыз, сосын мен сізге толыққанды айтып берейін, жақсы ма? Жалпы үй алатын мүмкіндіктер, бағдарламалар көп қой, оның бәрін пайдалана берсеңіз болады. Негізі мен көбінесе айтатын отбасы банк менің жұмысым. 50-50 отбасы банкпен алған ең тиімдісі сол негізі мүмкіндік болса әрине. Так, Гүлнұр Нұрмаханова. Менде МПФ-тен аударылған ақшам бар еді, 4 сумда 2 жылдан бері тұр дейді. Так, бәрекелді. Ары-қарай жинақтай беріңіз, 50% толтырып, 50-50 оформлетуге тырысыңыз. Жерүйектен өтін ары-қарай не істейді. Болды, Айдосхан, жерүйектен өттігеннен кейін сізді өз шақырат төлем ақы қабілеті растауға. Сол өз төлем ақы қабілеті растай аласыз. Оған үстіне ақша салмадым дейді. Гүлнұр ханым, салып ағай жинақтаңыз. Айтпесе 6 жылдан кейін, салған күннен бастап 6 жыл өткеннен кейін ол ақшаны МПФ-ке қайтадан аударып жібереді. Так, TikTok'та не болады? Мә, сәлеметсіз, без права қатысқан одобрение сұрайын ма дейді. Без правада жоқ, без права выкупада жоқ, ол жерде не сұрамайды, төлем ақы қабілеті растауды сұрамайды. Ол жерде барасыз, өттіңіз ба, барасыз, сізге бере береді, тағылар. Так, қалай көреді, несін? Бүйтпей жастай береді ма? Болды. Басқа жоқ қой, пригасить, көзді сағыныштайды. Не, гостьм эфирі дейді. Так, WhatsApp-қа жазып сізге жауап күтемін. Жақсы, жауап береміз. Вознаграждение 172 мың, депозит ашылған 4 жыл, 10 миллион салып сразу үй ала алмады. Қызыма дейма, кизима деген 172 мың вознаграждение. Қараңызшы енді мына таблица бойынша, міне 172 мың болатын болса, мына жерден тұраса 172 мың тауып аласыз. Қараңыз. 172 мың дегеніміз мына жерге кеп қана 170 мың. Қараңыз. 34 миллионның үйін алуға болады ғой, бұл депозит. Керемет қой депозитіңіз. Ол 7,5%. Ал енді 170 мың наған келетін болсақ, почти 11 миллионның үйін 5%-бен алуға болатын вознаграждение егер 3 жылдан болса.
10 миллион салып үй ойланбай аласыз. Егер табысың жетсе кезима 5 парауын кезима 87 2000 алып ма? Енді ат жөніңізді түсінбей тұрмын кім екенін, бірақ кезима деп тұр екен. Так. Жері тұрғын үй бойынша өрттім ары қарай несі. Айдодың ба, Айдос сұрап қоймайды екенсіз, мықты екенсіз. Ары қарай құдай қаласа шақырат өздері, уайымдамаңыз, шақырат. Самылан не деп тұрсаңыз болды. Емпертте 570 мың бар еді, соны пирочанка қолдану. Как пирочанка есенді, егер емпертте тұрған болатын болса, оны пирочанкаға қолдану. Егер депозитке салмаған болсаңыз әрине. Так, қандай тақырып болып жатыр дейді Гүлмира ханым. Гүлмира ханым, отбасы банкта қазір таңда 8-9 бағдарлама болып жатыр. Соның барлығына мен бағана айтып өттім. Егер тыңдамай қалып жаңа қосылған болсаңыз, онда асықпай ертең записьтен қараңызшы. 9 бағдарламаны айтып өттім. Қысқаша айтып өтейін. Асыл мекен бағдарламасы бүкіл Қазақстан бойынша болып жатыр. Қамқор Шымкентте болып жатыр. Қостанай қаласында жаңа концепция болып жатыр. Қостанай жастар бағдарламасы болып жатыр. Шымкент қаласында жаңа концепция болып жатыр. Қостанай қаласы, Рудный қаласында жаңа концепция болып жатыр. Жаңаөзен қаласында жаңа концепция болып жатыр. Маңғыстау облысында Ұлытау жастар Жезқазғанда жастарға арналған бағдарлама болып жатыр. Ақсу қаласында жаңа концепция болып жатыр. Міне жалпы бірнеше региондарда бүкіл Қазақстан бойынша 8 бағдарлама болып жатыр. Сол туралы мен сіздерге барлығын айтып өттім. Енді асықпай записьтен қарап алсаңыздар да болады. Қазір сұраққа жауап беру рәсімі өтіп жатыр. Так, ары қарай кездеме 25 миллион үйін алсаң қанша шығады айына дейді. Кездеме деген күшті сұрақ қойып жатыр. Мына жерде мені жаңа WhatsApp-қа жазып бар ғой, мына таблицаны сұрап алыңызшы менен. Міне кездеме қараңызшы, мына таблицаны WhatsApp-қа жазсаңыз, осыны жібере қоямыз. Болды. Осы жерде барлық жазып тұр. 25 миллион десеңіз айналып келесі 25 миллион. Опа, 7,5%-пен қанша? 184.748 екен. Тура 748 теңгесі дейін есептеп қойдым ғой сіз үшін. Спокойно есептеп аласыз. Мына таблица деген мощный инструмент. Прям мынаның бәрі пайдаланыңыздар, достар. Мен сіздерге просто тегін беріп жатырмын мәлім. Бұны басқа брокерлер сатады бұл ақшаны. А мен сіздерге просто тегін беріп жатырмын. Кайф қой, пайдаланып болу керек. Айдос достар, қандай документ қалай аламады? Айдос ханым, сізде самылған пенсионға түсіп тұр ғой. Соны главный пенсионға түсіп тұратын болса, обычным удостоверениеңізді алып барасыз, пенсионға өздері базадан тартып алады да, сонымен қарай. Самылған кредиттеріңіз бар болатын болса, қазірден бастап жауап беріңізші. Түсінгенім қалай? ОП 5 болады, ОП-да ОП болады, 70 мен ала беру керек екен. Дальше возможно жинай берген уақыт жоғалту сияқты ОП 16 боламын деген солай ма дейді. Неге уақыт жоғалтасыз? Уақыт жоғалтпайсыз, ОП 16 боламын дегенше. Уақыт жоғалтпайсыз. Сіз ол кезде үйді алып қойып, өзі төлеп атқан промзаймақын қойған болсаңыз, арғай төлеп атқан боласыз, үйіңізде тұрып атқан боласыз, немесе жинақтай берсеңіз, төмен пайызбен кредит аласыз. Уақыт жоғалту деген олай салыстырмаңыз, олай қате ұғым сияқты. 37-пен үй алсам шарттары қандай, зарплата көп болу керек па? Жұмабекке шынын айтайын ба, 30-70 маған вообще ұнамайтын бағдарлама. Оның ішінде подводный камендер өте көп. Оны маған жеке консультацияға жазылсаңыз, мен сізге бәрін айтып беруші едім. Мына тікелей эфирде айтуға болмайды, өкінішке орай. Так. Арена спасти жүгік программасы келешек ұлғая ма дейді. Оны келешек ұлғаяды, ұлғамайды. Оны мен айта алмаймын, бірақ логикаға сүйенетін болса, 25 жылдан бастап отбасы банктың функциясы даму институты болып өзгерейін деп жатыр. Яғни не только ипотекамен айналысады, но и үйді халықты кезекке қоюға, халыққа жыл фондтан үйді беру, барлығы сол функцияның барлығы отбасы банкқа енеді. Сол кезде мен ойлаймын, одан да керемет болатын шығар деп ойлаймын. 14 жастан асса депозит қиындықсыз ала беруге болады ма, қолдана дейді. В принципе, Абдырайым қызы, в принципе болады, 14-тен асқан болатын болса, акиматқа бармайды ол кезде. Ол кезде тек жаңағы акиматтан с органа опеки за разрешение алып, баланы алып барып, депозитпен отбасы банкқа өзін бірге апарып аударып алуға болады.
Так. Асылмекен Алматы облысында ашық па дейді. Оны звондап білу керек. Алматы облысында әр регионда қалай болып жатқанын мен білмеймін, Камчатканың. ОП қалай есептеледі? ОП-ны есеп түсініп алу үшін ОП-ның формуласы банктік сыйақыны шарттық сомаға бөлу және мыңға көбейту дейді да, негізгі формуласы. Бірақ ол бастарыңызды ауыртпай қойыңыз. Самое банковское вознаграждение біліп алыңызшы. Соған байланысты банковское вознаграждение көріп алсаңыздар, мына таблицаны алып алсаңыздар, банковское вознаграждение алып алсаңыздар, банковское вознаграждение мына жерде көрсетіліп тұр. Соған байланысты мына жерде қандай тұсында тұр үй, қандай үйдің бағасы, сонымен ақ қай үйге алуға болатынын көріп алуға болады. Алматы облысы лимит білмеймін, рас айтам, бітпеген, мына жақта бір звондап отыр. Рабочийға звондамаңыздар, достар. Прямойда отырмыз ғой. Сәлеметсіз бе, Астанадан пәтер алуға бола ма, кеңес бересіз бе? Алия ханым, әрине берем. Жұмысымыз бірінші кеңес беру ғой. Сағат неше болды? 8:30 болды мұның уже? Бір сағат өтіп кетті ме? Ойба. Назерке дейді, Америка 2-10-20 Алматы қаласында доход қаншадан аспау керек? Бұрын аспау керек деген доход не бар еді ограничение. Қазір оны алып тастады, так что оны байымдамаңыз. Алматы қаласы жилищерді алуға болады ма? Болады. Даже Наурыз бағдарламасымен де болатын болып қалған. Доход аз болса ипотеканы пәтер ала аламыз ба? Доход аз болса, дополнительный доход көрсетіп барып алуға болады. Рахмет. Жарайсыз, берекелі, ерекең дейді. Рахмет. Біраз сұрақтар ғой, рахметке жеттім ғой, до конца жеттім ғой. Бұл сұрақтарыңыз болып WhatsApp қоя беріңіздер. Қолдан келгенше жалпақ тілмен өзіміз кәдімгідей сөйлесіп тұрған сияқты сөйлесіп айта беремін ғой. Опа, күшті. Өмірхан деген красавчик екен, риза болдым. Ереке алдын концерттік конкурста общий балл болатын, соған оған вознаграждение, депозит, срок бәрі еспейтін еді. Ал қазір тек үйге тұрғанда ғана күнге қарайды. Бұған өз ойыңызды айтып кетсеңіз дейді. Өмірхан, керемет азамат екенсіз. Қай қаладасыз негізі? Өмеке, мүмкіндігіңіз болса бір келсеңіз, отырып, сізбен бір ақылдасып, шай ішейік. Жалпы сізде біраз дүние білетін сияқтысыз ғой, байқаймын сұрақтарыңызға. Бекер андай сұрақтар қоймайсыз ғой. Келіңіз Астанада, басқа өңірде болсаңыз, Астанада болсаңыз хабарласыңыз. Астанада болсаңыз уақыт тауып келсеңіз, бір отырып әңгімелесейік. Негізі өз ойымды айтайын, бұл бұрын шындығында да кімнің ақшасы көп жиналып, вознаграждение қалай, депозит ашқанына қарай, соған қарай, сонымен болатын еді. Оның бәрін анау көп балалы аналардың атынан қорғап жүрген ұйымдар бар, солар шығып, жоғарыға айтып, бұл олай дұрыс емес, ол әділетсіздік, ақшасы көптер ғана өтіп кетіп жатыр, ал жай халық ақшасы жоқ азаматтар сонда үй алмай қалып ма, ол қалай, жай ғана кезекте тұрып ақша жинау мүмкіндігі жоқ, олар әлеуметтік осал тобы емес па, олардың алғаш жанаға салатын ақшалар да жоқ, жинайтын ақшалар да жоқ, олар ешқашан үй алып кетпей ма, сонда тек ақшасы жинағандар ғана алады ғой деген сияқты уәждер айтып, оны алып тастады. Мен ойлаймын, негізінде бұрыннан кезекте тұрғандарды бірінші соларға беру керек сияқты. Қанша жылдан бері тұрып жатыр ғой, сондықтан дұрыс сияқты деп ойлаймын, өзі. Маған десе сол немен кезекпен тұрғанымен алған дұрыс деп ойлаймын. Ал енді жинаған жинама ол өз еркі, жинап ататын болса, ертең төлемақы қабілеті растаудан жеңіл өтеді біріншіден, екіншіден ай сайынғы төлем де аз болады, және оны ипотеканы тез жауып тастауға да мүмкіндігі бар. Тіпті жинап беріп, мүмкін допустим күшті жинап қойып, прямой выкуп жасайтын шығар. Ол да мүмкін. Так что жинаған өзіне жақсы. Онлайн кеңес бересіз бе, бағасы қанша? Айгүл ханым, кеңеске жазылыңызшы, оны мен айта алмаймын. Рахмет сізге деді. Рахмет. Сертификат тек мүмкіншіліктер. Жоқ, Айдос, солай емес, солай айтпаған мүмкіншіліктер емес. Ол жерде өзінің нелері бар, перечендері бар. Мұғалім, врач, медицина саласы, полицейскілер деген сияқты. Сондайлар бар, солар алып. Шымкенттен ғой, Ереке, Астанада болғанда барар едім, Шымкентке кезек күтіп жүрмін дейді. Өмірхан, маған красавчиксің ғой, шымкентскілер риза болған красавчик. Өмеке, сіз маған не жазып жіберсеңізші рабочийдан номеріңізді, мен ғой Өмірхан деп. Мен сіздің номеріңізді шақтап қояйын, барған кезде сосын хабарласам, личный номермен хабарласайын сізге. Барам Шымкентке бір күн, барайық.
Шымкентке келіңізші. Ой, Фатима ханым, сіз де жазып қойыңызшы, мен де Шымкентте күтемін деп айтыңызшы. Бір күні барған кезде Фатимаға хабарласайын, Өмірханға хабарласайын, барып бір отырып шай ішпейміз. Шымкенттер күшті қарсы алады дейді ғой. Мен андай сөйлеп, әңгімелескенге күшті жақсы көремін өзім. Күшті ғой. Так, 50% жинақтаймын дегенше үйдің құны өсе береді ғой дейді. Я, Алия, 100% келсем, 200% келсем, рас, пока жинайын дегенше. Сондықтан мен всегда айтамын да, хотя бы бір 5 миллион теңге жинап алыңыздаршы деймін да, отбасыңыздың. 5 миллион жинайын дегенше сіздің вознаграждениеңіз дайын болады. Қалған жетпей тұрған басқа банктен алып кредит алып сала салыңыздар да 50 оформить жібереді көз жұмып. Алып алыңыздар деймін да. Өйткені біріншіден үйдің бағасы қымбаттайды, екіншіден инфляция деген дүние бар. Қазіргі төлеп жатқан, қазір 200 мың, 300 мың көп сияқты, бірақ 2 жылдан кейін 200-300 мың төк болмай қалады да төлейтін ақша. Сондықтан қорықпай үйді алып ала беру керек. Дым қорықпау керек. Хотя бір 5 миллион теңге жинап алса, мен ары қарай всегда мен айтамын. 50-50 мен алыңыз деймін да. Басқаға қарамаңыз деймін. Декретте отырған көп балалы анаға наурыз бағдарламасы үй алуға болады ма? Айгүл ханым, неге болмайды? Болады, алыңыз, болады. Төлемақ қабілет растап басқа жолдасыңыз сөз емшік болады, басқа адамды аласыз, әйтеуір болады. Сертификатмен алсам болады ма? Одобрение банктен алу керек па дейді. Одобрение бірінші алып алу керек, я дұрыс айтасыз, Айдос мырза, алып алу керек, сосын барып үйді тауып, одобрение алып, үй тауып болғаннан кейін барып ең соңғы этапта жібереді сертификатқа. Онда да сізді қарайды, сертификатқа сәйкес келіп тұрсаңыз, болады. Бірақ ол жерде ана табысқа да қарайды. 3-тен 1 күн теңгеден аспау керек әр мүшеде. Яғни былай айтқанда 134 мыңнан аспау керек та. Неше семьяда қанша адамсыздар, соған байланысты соны 134 мыңға көбейтіңізші. Мысалға, сіз әйеліңіз, 2 балаңыз бар болатын болса, 134 мыңды соған 4-ке көбейтіп жібересіз. Содан аспау керек та сіздің табысыңыз. Аспаса, онда сертификат алуға мүмкіндік болады. Қайырлы кеш, депозиттің срогі 3 жыл деп тұр. Сұрақ 3 жылдан асса мемлекет сияқты. Жоқ, тоқтамайды, ерсін бауырым. Кете береді. 3 жылдан 4 жылдан кейін арғай түсе береді. Пока олмен пайдаланып кетпегенше. Так, достар, сағат 8:30-нан асып кетті. Мен үй жаққа барайын десем. Так, төлемес іңкар 15 миллион үйін ипотека немесе потребительский кредит 5 жылға алған жасыма. 15 миллион үйін ипотека немесе. Ой, мүмкіндік қойды ипотекамен алған жаста, айтпесе потребительский кредит деген пайызы көп қой. Үйді жеткізетін деп басқа банктер алсақ төлем көбейеді емес пе дейді. Жоқ, дұрыс айтасыз, 50% жеткізуге көбейеді, сөз жоқ, келсем көбейеді, бірақ одан қорқып, ары қарай жинақтай беретін болсаңыз, уақыт өтіп жатыр да, зато уақыттан ұтасыз. Поэтому оны өзің қараңыз, егер сіздің үйіңіз бар болып, жинақтауға мүмкіндігіңіз бар болатын болса, әрине жинақтай бергеніңіз жақсы. Кейбір азаматтар арендада тұрып жатыр да. Сондықтан біраз, мысалы 5 миллион ақша жинап қалған болатын болса, көзі жүріп алып тастаған жақсы. Мен сертификат алып беріңізші деді. Айдос мырза, хабарласыңыз, бұйырса, Алла қаласа. Отбасы банкті кезекке қоюды өз қолына алатын болса, банк міндетті түрде вознаграждение шарттарын біріне кіргізіп қояды.